Қазақстан мен Қытайдың қарым-қатынасы 20 жылдай үздіксіз өсу және нығаю жолымен дамып келеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен екіжақты келіссөздер барысында осылай мәлімдеді. Сіз және бүкіл Қытай халқы екі айрықша оқиғамен Жапон басқыншыларына қарсы соғыстағы Қытай халқы жеңісінің 70 жылдығымен, сондай-ақ Бейжің қаласының қысқы Олимпиада ойындары астанасы болып таңдалуымен құттықтағым келіп отыр. Бейжің әлемдегі жазғы және қысқы Олимпиада ойындары өткен дара қала болып табылары анық, деді мемлекет басшысы. Қазақстан Республикасы президентінің Қытай еліне мемлекеттік сапары хақында осы елдің біздің арна тілшісі Мұхтар Ыбырайымның әзірлеген материалын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпиннің 10-шы кездесуі. Қытай төрағасы билікке отырғалы 2,5 жыл толды. Содан бері барыс келіс үзілген емес. Мұндай жиілік қос мемлекеттің достығы мен ынтымақтастығының көрінісі іспеттес. Бүгінде қос президент сол серіктестікті нығайта түсу үшін бас қосты. Бүкіл Қытай халық өкілдерінің жиналыс үйі. Қытай сарбаздары ғимараттың алдында сап түзеп, екі елдің басшыларын қарсы алды. Алыстағы ағайыннан жақын туған көрші артық. Си Цзиньпин осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға тұңғыш сапары кезінде осылай деген болатын. Тарихи көршілердің сыйластығы, достастығы жарасқан бүгінде. Бұл қатынастарды қос тарапта жоғары бағалайды. Бұл бұрынғы жеткен уағдаластықтардың жемісі, деді елбасы. Я очень ценю эти отношения. Уже более 20 лет отношения между Китаем и Казахстаном развиваются по пути неуклонного роста и укрепления. Мне доставляет огромное удовольствие поздравить вас и весь китайский народ с двойным знаменательным событием – 70-летием победы китайского народа в войне против японского милитаризма, а также избранием Пекина столицей зимних Олимпийских игр. Мы аплодировали вам и поздравляли. Пекин станет единственным в мире городом, где прошли летние и зимние Олимпийские игры. Қытай Қазақстанның ірі сауда серіктесі саналады. 20% тауар айналым осы елге тиесілі. Былтыр сауда саттық 17,2 миллиард долларды құрады. 2013 жылмен салыстырғанда бәсеңдеген. Нарықтағы шикізат бағасының төмендеуімен байланысты, дейді экономистер. Сондықтан жаһандық экономикалық ахуал күрделі кезеңде. Қатынастарды әрі қарай өрбіту мақсаты тұралды. Бұл орайда осы сапардың маңызы зор. Тараптар Қазақтың нұрлы жолы мен Қытайдың жаңа жібек жолы бағдарламасын үйлестіруді ұйғарды. Бүгін Қазақстан президентімен жан-жақты стратегиялық әріптестіктің жаңа кезеңі жөнінде бірлескен декларацияға қол қоямыз. Бұл біздің өткен екі жақты қатынастарымыздың қорытындысы мен келешек ынтымақтастықтың бағдарламасы сыңайлы. Қытай тарапы Қазақстанмен екі жақты байланыстарды дамытуға әрқашан дайын. Қазақстанда Қытайда әріптестікті тереңдетуге мүдделі. Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпин жан-жақты стратегиялық әріптестіктің жаңа кезеңі жөнінде бірлескен декларация қабылдады. Екі жақты қатынасты жаңа деңгейге көтерді. Бағыт айқын, серіктестіктің көкжиегін кеңейту. Ол үшін 10-нан астам ауқымды келісім қабылданды. Сан саланы қамтиды. Солардың бірі Қазақстан мен Қытай бірлескен инфрақұрылымдық қорын құру жөнінде. Қор көлемі 600 миллион доллар. Бұл қаржы Қазақстанның индустриялық бағдарламасы мен нұрлы жолға бағытталмақ. Тағы да бір ерекше айта кететін келісім, ол Қытай банкімен біз 5 миллиард долларға инвестициялық келісімге қол қоятын боламыз. Бұл келісім бойынша Қазақстанда индустриалдық инфрақұрылым жобаларды қаржыландыру туралы қол жетімді пайызбен және ұзақ мерзімге қаражат бағытталатын бөлінеді болады. Енді Қытай тарапымен әріптестік екі негізгі бағытта өрбейді. Біріншісі көлік дәлізін дамыту. Сол арқылы Қытай мен Еуропа арасындағы сауда айналымның бір бөлігін алу. Екіншісі бірлескен индустриялық жобаларды іске асыру. Бұл еліміздің индустриялық бағдарламасының талаптарына сай. Қазіргі таңда ұзын саны 45 жоба төңірегінде келіссөздер жүргізілуде. Олардың 25-і дайын тұр. Жалпы құны 20 миллиард доллардан асады. Здесь речь идет о более глубоком сотрудничестве. Мұнда терең ынтымақтастық жайлы айтып отырмыз. Кооперация мен жаңа кәсіпорындар салу. Олар ең соңғы экологиялық талаптарға сай болады. Ең соңғы технологиялар мен сапалы өнім. Екінші 5 жылдықтың басым бағыттары да осы.
Мұнымен елбасы сапар аяқталмақ емес. Нұрсұлтан Назарбаевтың алдағы 2 күнде тағы да жоғары деңгейдегі кездесулер жоспарланған. Ал 3-ші 42 күні президент Жапония басқыншыларына қарсы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери парадқа қатысады. Мұхтар Ыбырайым, Еділ Ермекбаев, Руслан Жәкеев, қорытынды жаңалықтар, Бейжің.